Ажалмен күрескен ата. Тау бөктеріндегі шағын ауылда Қасым ата өмір сүретін. Жасы 90-ға таяп қалса да, ол таңның атысымен оянып, шөліркеген алма ағаштарына су құйып, әр шөбін өзі жұлып, бау-бақшасын күтіп отыратын. Ауылдың үлкен кішісі оны құрметтейтін. Өйткені Қасым ата соғыс көрген, ел басына күн туған заманда от пен оқтың ортасында жүріп, ажалмен сан рет бетпе-бет келген майдангер. Жаздың соңғы күндерінің бірі болатын. Аспанды бұлт торлап, қарлы жаңбырдай нөсер құйып, сай-саладан аққан су өршіп, өзен деңгейі күрт көтерілді. Ауылдағылар алғашында мән бермеді, өйткені мұндай жауын бұрында талай болған. Бірақ түс ауа апаттың бетін көрсеткендей болды. Көрші ауылдағы мектеп ғимараты су ішінде қалып, ішіндегі мұғалім мен 10 шақты оқушы шыға алмай қалғаны жайлы суыт хабар келді. Қауіптің бетін қайтару үшін ауыл жастары жиналды. Бірақ өзен арнасынан асып көпірді бұзып кеткен. Не қайық жоқ, не техника жетпейді. Қалың жаңбыр құйып тұр. Барлығы абдырап қалған кезде, таяғын таянып жүрген Қасым ата жиналғандарға үн қатты. Балалар, қарап тұрмайық. Ажалмен арпалысу керек болса, арпалысамыз. Мен барам, деді. Көпшілік таңғалды. Қарияның жасына қарап, барлығы тоқтатып бақты. Ата, сізге болмайды, ағыс қатты. Сендергелі болмайды. Бірақ біреудің баруы керек қой. Мен ажалмен соғысып үйреніп қалған адаммын, деді ол күлімсіреп. Содан соң немересі Асқардың ескі үрлемелі қайығын сұрап алып, шелекпен суды шығарып, дайын бола бастады. Екі жас жігітпен бірге Қасым ата қайыққа отырып, өзенге түсті. Ағын күшті еді. Жаңбыр жауып тұр. Қайық оңайлықпен жүзе алмай, ары-бері шайқалды. Бірақ Қасым ата соғыс кезінде Днепр өзенінен қалай өткенін есіне түсіріп, бойын бекем ұстады. Әр сәт ажалмен бетпе-бет келгендей. Мектепке жақындағанда су ішімен қайықты кіргізіп, терезеден балаларды бір-бірлеп шығара бастады. Бірін алды, екіншісін су көтеріліп жатыр. Балалар жылап отыр. Қасым ата олардың әрқайсысын жұбатып, тізіммен есептеп алып шықты. Соңғы оқушыны алып шыққанда өзі сырғып кетіп суға құлады. Барлық денесі тоңып, бойы қалтырап, әлсіреп қалды. Бірақ оған көмектесуге келген жігіттер жедел әрекет етіп, ата мен оқушыларды аман-есен өзеннің ар жағына алып шықты. Сол түні ауылда жарық болмады. Бірақ әр үйдің терезесінде майшам жанып, бәрі тыныш қана Қасым ата жайлы әңгіме айтып отырды. Балалар тірі, ата аман, бұл нағыз жеңіс еді. Ертесі күні мектеп оқушылары үлкен алқапқа шығып, ажалмен күрескен атаға арнап алма ағашын отырғызды. Ол алма ағашы жылдан жылға жайқалып өсіп, Қасым атаның ерлігін ел есінде мәңгі қалдырды.